Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді және де жұмсақ болып шығатын вафли түрін жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Қоңырауша батырмасын басып қойсаңыздар, менің жаңа видеоларымды ең бірінші болып көресіздер. Вафлидің қамырын жасау үшін ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып алып, үстінен қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Біркелкі болғанша араластырып аласыздар. Одан кейін үстінен бөлме температурасындағы сүтімізді құямыз. Және де ерітіп алған сары майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Басқа бір ыдысымызды алып, ұнымызды салып дайындап аламыз да, үстінен қопсытқышымызды салып, екеуін жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді сұйық массамыздың үстіне ұнымызды 2 бөле отырып, араластырып аласыздар. Біркелкі болғанша түйіршіктер қалып қалмасын. Оқырмандар, сіздер егерде жаңа көрермен болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді аз да болса қоса кетсеңіздер екен. Міне осылай вафлиміздің қамырын венчиктің көмегімен араластырып дайындап алдық. Вафлиміздің сұйық массасы осылай болуы қажет, біркелкі және де осындай сұйықтықта болуы қажет. Вафли пісіретін осындай арнайы вафельницамыздың ішін бірінші сұйық маймен майлап аласыздар. Одан кейін осы сұйық массамызды құямыз. Құйып алғаннан кейін бетін жабасыздар. Бетін жапқаннан кейін сразу ашып тастамаңыздар. Кішкене өзі қалпында қызарып пісуі қажет. Әйтпесе ортасы жыртылып кетеді. Міне вафлиміз осылай қызарып пісіп шығатын болады. Оны бір ыдысымызға алып салып қоямыз. Осылай пісіріп алғаннан кейін вафельницамыздың үстіне қайтадан сұйық майын құйып жағып алыңыздар. Әйтпесе жабысып қалуы да мүмкін. Сұйық майын жағып алғаннан кейін қайтадан сұйық массамызды құямыз. Тағы да бір ескерте кетейін, сұйық массамызды салғаннан кейін ашып тастамаңыздар қайта-қайта. Кішкене өзі қызарып біткенше ұстайсыздар. Одан кейін бірақ ашасыздар. Сол кезде әдемі болып пісетін болады. Мінекей вафлим да пісіп шықты. Мендегі рецептпен 8 штук вафли шықты. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйдегі бар қолжетімді заттармен жасалады. Және де таңғы асқа вафли жасап берсеңіздер, балаларыңыз сүйсініп тұрып жеп қоятын болады. Осымен біздің өте жұмсақ, дәмді болып шығатын вафлиларымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Әлия. Қош сау болыңыздар.
Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын ақ праник жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бір ыдысымызды алып, оған 250 грамм ұнымызды салып аламыз. Одан кейін үстіне қантымызды саламыз. Қанша мөлшер екенін видеоның астына жазып кететін боламын. Екеуін венчиктің көмегімен бір араластырып аламыз. Содан кейін қайнап тұрған ыстық сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Бір келгі болғанша. Егер де сіз жаңа көрермен болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Біздің қазақша контентімізді қолдаңыздар. Осылай мен сияқты бір келгі болғанша араластырып алыңыздар. Араластырып болғаннан кейін 4 жұмыртқа қосамыз. 4 жұмыртқаның 2 жұмыртқасының ағын бөлек ыдысқа салып дайындап қоямыз. Оған қазір бетін крем жасау үшін қойып қоямыз. Жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін сұйық майды құямыз. Бір келгі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді 1000 граммдық ұнымызды дайындап алып, үстінен 25 грамм разрыхителімізді қосып араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін ыдысымызға ұнымызды аз-аздан салып, бір келгі араластыра отырып, қамыр илейтін боламыз. Барлық ұнымызды салып болғаннан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр илеп алдық. Енді бұны 4-5 бөлікке бөліп алып, қамырымызды жаямыз. Қатты жұқа қылып жаймаймыз, орташа жұқалықта жаятын боламыз. Осылай жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін бір стакан, ел болмаса кесенің көмегімен домалақтап кесіп шығатын боламыз. Осылай кесіп аламыз. Қалған қамырын қайтадан біріктіріп, қайтадан жайып жасай бересіздер. Праникімізді кесіп дайындап алдық. Енді бір табамызды алып, үстіне пергаментіне қағазымызды төсеп, үстіне қойып, қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Осылай праниктеріміз көтеріліп, әдемі болып, қызарып пісетін болады. Барлық праниктерімді пісіріп алдым. Оның барлығын бір ыдысқа салып қойдым. Енді оның бетіне жағатын глазурын жасайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқаның ағын саламыз. Одан кейін қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Әппақ болғанша. Басында араластырғанда баяу араластырып, одан кейін қатты қылып көтеріп араластыратын боламыз. Осылай әппақ болғанша араластырып аласыздар.
Міне глазурымыз дайын болды. Осылай қою, әдемі болып жылтырап тұратын болады. Енді бұны праниктерімізге щетканың көмегімен жағамыз. Осылай жағып аласыздар. Осылай барлығын жағып алғаннан кейін беті кепкенше қойып қоясыздар. Или тезірек кепкенін қаласаңыздар, пешке бір салып алыңыздар 2-3 минутқа. Қызып тұрған 100 градус пешімізге салып аласыздар. Міне аппақ праниктеріміз дайын болып шықты. Өте әдемі және де дәмі де өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Қолдау ретінде маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Әлия, қош сау болыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен муравейник жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Басқа да рецепттерді жоғалтып алмау үшін. Муравейниктің қамырын жасау үшін бізге 3 жұмыртқа қажет. Оның үстіне қант салып, венчикпен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін оның үстіне қолдың айранын құямыз. Егер сіздерде айран болмаса, магазиндегі 15-20% сметананы қолдануға болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін енді бөлме температурасындағы сары майымызды салып жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды салып илейміз. Және де 1 шай қасық ас содасын салыңыздар. Енді жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымызды илеп алдық. Осылай жұмсақ болу керек. Енді бұл қамырды 5-6 бөлікке бөлеміз. Осылай бөліп алыңыздар. Бөліп болғаннан кейін осылай сопақша етеміз де үстіне ұн сеуіп, салафанымызға кезек-кезек орналастырып, морозильникке 1-2 сағатқа қатыруға жібереміз. Және де қамырды 1 аптаға сақтасаңыздар болады, алдын ала жасап қойып. Қамырымыз дайын болды. Енді оны теркадан осылай өткізесіздер. Или болмаса, мясорубкадан өткізсеңіздер болады. Осылай қызартып пісіріп аласыздар. Және де бұның уақыты жоқ, ол тез пісіп кетеді, сондықтан қарап отырыңыздар, өйткені әркімнің пеші әртүрлі болады. Піскен муравейниктерді осылай ыдысқа салып, қолмен былай үгітіп аласыздар. Міне осылай қызартып пісіріп аласыздар. Енді кремін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қою вареный сгущенка және де ерітілген сары май қажет болады. Екеуін миксермен жақсылап араластырып аламыз. Енді осы кремнің үстіне дайындап алған муравейнигімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Біздің муравейнигіміз дайын болды. Енді бұны формаға келтіретін боламыз. Ол үшін бізге осындай стакан қажет және салафан. Салафанды стаканның ішіне салып, муравейникті осының ішіне саламыз. Осылай әдемі форма болып шығатын болады. Және де сіздерге осындай домалақ түрін көрсететін боламын. Ол үшін бізге салафан қажет. Салафанға осын керегінше салып, салафанды осылай орап, қолмен айналдыра отырып, домалақ формаға келтіресіздер. Осылай өзіңізге ұнаған формада жасай бересіздер. Муравейнигімізді жасап болдық. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен қытырлақ вафли жасайтын боламыз.
өте дәмді болып шығады. Бізге керекті заттар: 5 жұмыртқа, қант, ұн және жұмсақ сары май қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майымызды салып, оның үстіне қантымызды аз-аздан салып, миксермен араластырамыз. Қантымыз ерігенше араластырып болдық. Енді жұмыртқа салып араластырамыз. Біркелкі болғанша араластырып алдық. Енді електен өткізілген ұнымызды салатын боламыз, осылай аз-аздан. Сонымен қатар бұған қосытқы ас содасын қосудың қажеті жоқ. Міне жақсылап араластырып болдық. Біздің тестамыз дайын болды. Ең алдымен вафельницаларыңызды қыздырып алыңыздар. Мен алдын ала қыздырып алдым. Үлкен қасықпен осылай бір қасық саласыздар. Егер де сіздер 2 қасық салатын болсаңыздар, сыртына ағып кетеді. Вафли тез піседі, сондықтан қарап қойыңыздар. Міне вафлиміз қызарып пісті. Енді бұны орайтын боламыз. Осылай орап алсаңыздар болады. Вафлиді ыстық күйінде тезірек орап алыңыздар, себебі ол тезірек қататын болады. Міне біздің вафлиміз қызарып, әдемі болып пісті. Өте дәмді. Жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңізді қалдырыңыз. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бір жасағаннан күшті болып шығатын сметаник тортын жасайтын боламыз. Арнама тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Алдағы уақытта менің видеоларымды бірінші болып көресіздер. Сметаникті жасау үшін бізге сары май, қант, жұмыртқа, ұн, разрыхитель керек. Ең алдымен бір ыдысымызды аламыз, оның үстіне дайындап алған қантымызды салып, ұнымызды саламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, қолымызбен майда крошка жасайтын боламыз. Крошкамызды жасап жатқан кезде үстіне разрыхителімізді қосып, араластырып жасайтын боламыз. Осылай үгітіп жасап алдық. Енді үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап қамырын илейтін боламыз. Бірікпей жатыр деп үстінен су, тағы да жұмыртқа қосудың қажеті жоқ. Осы бір жұмыртқаның өзімен біз жақсы қамыр илеп шығатын боламыз. Просто жақсылап тұрып илесеңіздер, жақсы күшті болып шығатын болады. Мінеки қамырымызды илеп алдық. Енді бұны бір салафанға салып, холодильникке бір жарты сағатқа қойып қоясыздар. Қамырымызға жарты сағат өткеннен кейін кальций ыдысымыздың үстіне пергаментіне қағазын төсеп орналастырып аламыз. Менің кальций ыдысымның ұзындығы 26 сантиметрді құрайды. Енді ыдысымыздың үстіне қамырымызды орналастырамыз. Қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Бір бөлігін жәніне жапсырғанға қойып қоямыз. Қалған бөлігін ең астына орналастыратын боламыз. Қамырыңызды бір тегіс қылдырып орналастырыңыз. Бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалмасын. Айтпақшы, сіз жаңа көрермен болсаңыз, маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Алдағы уақытта менің алғашқы видеоларымды бірінші болып көріп отырасыз. Және де маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қамырымызды бір тегіс ету үшін осылай вилканың көмегімен басып шығамыз. Жанындағы қамырында бір тегіс қылып жасаңыздар.
біреу ұзын біреу қысқа болып қалмасын. Тура осылай мен жасағандай қайталасаңыздар, қамырларыңыз жақсы болып пісіп шығатын болады. Енді ортасына салатын салмамызды жасайтын боламыз. Осылай 4 жұмыртқамызды салып, үстіне 100 грамм қантымызды қосып, 500-600 граммдық магазиннің сметанасын қосамыз. Осылай барлығын салып алғаннан кейін венчиктің или болмаса қасықтың көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Миксерді қолданбаймыз. Осылай біркелкі қылып араластырып алдық. Енді оны қамырымыздың үстіне құятын боламыз. Енді қызып тұрған 180 градустағы пешімізге салып пісіретін боламыз. Сметанеміздің піскен-піспегенін білу үшін 30-40 минут ішінде пісіп шығу керек. Сол себепте арасында бір тексеріп алыңыздар. Шетіндегі қамырлары осылай қызарып піскен болса, біздің сметанеміз пісті деген сөз. Сол кезде шығарып, оны толығымен суығанша суытып қоясыздар. Шетіндегі ыдысын шығармайсыздар. Толығымен суығаннан кейін ғана осылай босатып аласыздар. Менде уже толығымен суып қойған, сол үшін де мен уже босатып жатырмын жанындағы ыдысын. Міне біздің сметанеміз пісіп шықты. Бір жасағаннан әдемі болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Келген қонақтарыңыз, отбасыларыңыз сүйсініп тұрып жейтін болады. Және де бұл торт өте оңай жасалады, көп шығын кетпейді. Видеом сіздерге пайдалы болған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Және де өз достарыңызбен поделиться батырмасын басып, таратып, бөлісіп қойыңыздар. Сонымен қатар қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Алдағы уақытта көптеген жаңа видеоларды ең алғашқы болып көріп отырасыз. Менің арнам өте пайдалы, сол үшін де тіркеліп қойыңыз. Сіздермен болған Әлия, келесі видеода кездескенше. Сәлем оқырмандар, бүгін сіздермен қызыл бархат тортын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Ең алдымен маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Ал тортымызды жасап бастайық. Осылай ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып дайындап, үстінен қызыл бояуымызды қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып дайындаймыз. Одан кейін үлкен ыдысымызды алып, үстінен 4 жұмыртқамызды жарып дайындап аламыз. Енді үстінен құм шекерімізді салып аламыз. Одан кейін осы жұмыртқа мен құм шекерімізді миксердің көмегімен ағарып көпіргенше араластырып миксерлейміз. Міне осылай массамыз ағарып, осылай көпіруі қажет. Енді үстінен сұйық майымызды құямыз. Қанша мөлшер екенін барлығын описание бөлімінен көріп аласыздар. Енді бағана дайындап алған қызыл бояуымызды құямыз. Барлығын біркелкі болғанша миксерімізбен араластырамыз. Достар, сіздер маған тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қалдырып кетсеңіздер екен. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді аз да болса қоса кетсеңіздер, сіздерге үлкен рахмет.
Енді алдын ала електен өткізіп алған ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды қосып, және де үстінен какаомызды қосып, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді қызыл түсті массамыздың үстіне ұнымызды аз-аздан сала отырып, миксердің көмегімен араластырып аласыздар. Егер сіздердің қызыл түсті массамыздың түсі қанық болмаса, кішкене тағы да қызыл бояуын қосып, тағы да бір араластырып жіберсеңіздер болады. Сол кезде қызыл түсі қанық болады. Осымен біздің сұйық массамыз дайын болды. Енді пісіріп бастаймыз. Осылай астына пергаментный қағазын төсеп, кальцияумызды үстіне қойып, массамызды құйып дайындап аламыз. Массамызды 4 корж шығатындай етіп бөліп дайындап алсаңыздар да болады. Сол кезде қамырларыңыз, корждарыңыз біркелкі болып көтеріліп пісетін болады. Енді коржымызды қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Осылай қызарып, әдемі болып пісіп шығады. Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный сырымызды салып, үстіне сахарный пудрамызды қосып, екеуін жақсылап миксермен араластырамыз. Ескере кететін жайт, табамызбен миксеріміздің араластыратыны құрғақ болуы міндетті. Су болып қалмауы тиіс. Екеуін миксерлеп алғаннан кейін үстіне сливкимізді құйып, үшеуін жақсылап қою масса болғанша миксерлеп аламыз. Миксерімізді ең бірінші аз жылдамдықта бастайсыздар, одан кейін жылдамдығын көбейте отырып кремін жасап аламыз. Міне осылай креміміз қоюлана бастайды. Сол кезде біздің креміміз уже дайын. Кремімізді холодильникке бір 10-15 минутқа салып қоясыздар. Одан кейін ғана коржымызға жағып бастаймыз. Енді коржымызға кремін жағып бастаймыз. Осылай мешогыма кремімді салып алып, осылай домалақ етіп салып шықтым. Елі болмаса, былай да жағуға болады. Мен осылай әдемі көріну үшін осылай кремімді жағып шықтым. Ортасына кремді осылай жақсаңыздар да болады. Шет жақтарын домалақ етіп жасап. Кремімізді жағып болғаннан кейін үстіне екінші коржымызды қойып орналастырамыз. Осылай дәл солай кремімізді жағып шығамыз. Осымен біздің қызыл бархат тортымыз дайын болды. Үстіңгі бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте дәмді, ерекше болып шығады. Қонақтарыңызға ұялмай ұсына бересіздер. Видеом сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Өте дәмді шарлотка пирогын жасаймыз. Шарлотка пирогын жасау үшін бізге алма қажет болады. Алманы осылай майдалап, барлығын турап аламыз. 3 алма жеткілікті болады. 2 алманы осылай майдалап турап шығамыз, кубик ретінде. Үшінші алмамызды ортасынан бөліп, осылай видеодағыдай жіңішке етіп турап аламыз.
Енді ыдысымызды алып 5 жұмыртқамызды жарып дайындаймыз. Жұмыртқамызды миксердің көмегімен көпіргенше араластырамыз. Оның үстіне 200 грамм қантымызды қосамыз. Екеуін жақсылап ағарып көпіргенше миксерлейміз. Енді үстінен ерітіп алған сары майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз да, үстінен разрыхителімізді қосып екеуін араластырып аламыз. Енді ұнымызды аз-аздан қоса отырып миксерлеп аламыз. Қанша мөлшер екенін видеоның астына описание бөліміне жазып кететін боламын, сол жерден қарап көресіздер. Сонымен қатар сіздер маған тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып қолдау білдіре кетіңіздер. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Міне біздің пирогымыздың тестасы дайын болды. Енді осы тестамыздың үстіне бағанағы турап алған алмамызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Алмамыздың барлық бөлігіне қамыр тестасы тиюі қажет. Тестаны араластырып жатқан кезде пешімізді алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. Одан кейін осы тестамызды ыдысымызға саламыз. Бір келгі етіп жайып шығасыздар. Мендегі ыдысымның диаметрінің размері 26. Сізде 24 размерлі ыдыстарға да жасай берулеріңізге болады. Бұл жағы өз еркілеріңізде. Тестамызды бір келгі етіп жайып шығамыз. Енді сопақша етіп турап алған алмаларымызды осылай айналдыра отырып, роза гүлі тәріздес етіп әсемдеп шығамыз. Шарлотка пирогымызды қысып тұрған пешімізде 180-200 градуста пісіріп аламыз. Жарты сағат или 40 минутта пісіріп шығасыздар. Бірақ та әркімнің пеш әртүрлі болғандықтан арасында қарап отырыңыздар.
Пирогымыздың піскен-піспегенін білу үшін шиді тығып көресіздер. Егер шилеріңізге қамыр жабысып тұрса, әлі піспеген деген сөз. Ал шиге ештеңе жабыспаса, ол пісті деген сөз. Осымен біздің шарлотка пирогымыз, алма бәлішіміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Үйдегі қолжетімді заттармен жасалынады. Және де өте оңай пирогтардың түрі. Отбасыңызға, балаларыңызға міндетті түрде осы пирогты жасап беріңіздер. Дәмі деген тіл үйреді. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сонымен қатар поделиться батырмасын басып, өз достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Баршаңызға сәлем. Бүгін вупи пай тортын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бір ыдысымызды алып, 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне қантымызды қосып, екеуін миксердің көмегімен ағарып көпіргенше араластырамыз. Қантымыз толығымен еруі қажет. Достар, сіздер менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда көптеген тамақтың рецепттері, салаттар, торттардың, пирогтардың, компот жабу түрлері барлығы бар. Сол үшін де жоғалтып алмау үшін тіркеліп қойыңыз. Мінеки жұмыртқамыз бен қантымыз осылай ағаруы қажет. Сол кезде тортымыз көтеріліп әдемі болып пісетін болады. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне 20 грамм какаоымызды қосып, және де үстінен разрыхителімізді қосып, үшеуін жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Енді бір ыдысымызды алып, үстіне 200 грамм сары майымызды саламыз. Оның үстінен Қазақстан шоколадын қосамыз. Екеуін водяной ваннада или болмаса микроволновкамызда ерітіп аламыз. Микроволновкада ерітетін болсаңыздар, өте сақ болыңыздар. Секундтан аз-аздан 5 секунд, 10 секунд сайын қойып, солай ерітіп алыңыздар. 5 секунд қойғаннан кейін алып, тағы бір араластырып, қайтадан 5 секундқа қойып, солай ерітіп алыңыздар. Әйтпесе, шоколадымызды күйдіріп алуымыз мүмкін. Міне мен микроволновкамда ерітіп алдым. Ерітіп алған шоколадымыз бен майымызды тестамыздың үстіне құямыз. Миксерімізбен жақсылап бір араластырамыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып алғаннан кейін бағана дайындап қойған ұнымызды аз-аздан қоса отырып, миксермен араластырамыз. Қанша мөлшерде қосып жатқанымды видеоның астына описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден көре аласыздар. Міне вупи пайымыздың тестасы да дайын болды. Осындай қоюлықта болуы қажет. Енді табамызды алып, үстінен пергаментіне қағазымызды төсеп, үстінен 26 диаметрлі кальсомды қойдым. Енді үлкен қасықпен 4-5 қасық тестамызды саламыз. Одан кейін осылай бір текіс етіп жағып шығамыз. Қыздар, тестамызды бір текіс етіп жайыңыздар. Себебі бір жерін қалың, бір жерін жұқа қылып жайсаңыздар, тесталарыңыз қисық болып көтеріліп кетуі мүмкін. Сол себепті бір тегіс қылдырыңыздар. 4 үштік корж шығару үшін осылай пергаментіне қағазымызды алып, 4-5 қасықтан салып дайындап қоямыз. Коржымызды 180-200 градуста пісіріп аламыз.
Осылай пышақтың көйлегімен шетін кесіп аламыз. Коржымыз әдемі болып пісіп шықты. Қыздар 4 коржды 4 пергаментный қағазға салып, бөлек-бөлек пісіріп алыңыздар. Піскен корждарымызды пергаментный қағаздан алмаймыз. Тек кремін жағатын кезде ғана шешіп алатын боламыз. Енді кремін жасайтын боламыз. Осындай құрғақ ыдысымызды алып, үстінен творожный сырымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Қыздар, табақтарыңыз және де миксердің насадкалары құрғақ болуы қажет. Енді үстінен сахарная пудрамызды қосып, жақсылап екеуін араластырып аламыз. Енді үстіне сливкиімізді қосамыз. Мен 2 торттың кремін жасап жатқандықтан барлығын қосып жатырмын. Қанша мөлшерде қосып жатқанымды видеоның астына жазып кетемін. Сол жерден қарап жасайсыздар. Ескертіп кетейін. Сливкиімізді араластыратын кезде миксеріміздің жылдамдығын баяу қоясыздар. Одан кейін жай-жаймен жылдамдығын көбейте бересіздер. Сол кезде кремдеріңіз қоюлана түсетін болады. Достар, егер сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап кетейік. Міне біздің креміміз де дайын болды. Осындай қоюлықта болуы қажет. Оны осылай кондитерский мешогымызға салып дайындап аламыз. Енді коржымыздың үстіне кремін жағамыз. Осылай пупипайдың кремін шетіне шариктер етіп жасап шығамыз. Орта жағына кремін осылай жаға саласыздар. Бір тегіс қылып жағыңыздар. Осылай крем жағып болғаннан кейін екінші коржымызды қойып, дәл солай қайталап шығасыздар. Жанына осылай шарик етіп салып шығасыздар кремдерін. Ортасына кремнің былай жағасасаңыздар болады. Ең соңғы коржын қойғаннан кейін осылай кремін бір тегіс етіп жағып шығамыз. Одан кейін кремін қату үшін холодильнигімізге салып қоямыз. Одан кейін ғана бетіне оформлениесін жасаймыз және де ганашын құятын боламыз. Ганашын жасау үшін осылай бір ыдысымызды алып, Қазақстан шоколадымызды саламыз. Және де оның үстіне 20 грамм сұйық майымызды құямыз. Шоколадымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Ең алдымен 5 секундқа қойып, одан кейін бір араластырып, қайтадан 5 секундқа қойып, солай-солай ерітіп алыңыздар. Себебі шоколадтарыңызды күйдіріп алуларыңыз мүмкін. Тортымыздың кремі қатқаннан кейін осылай үстінен ганашымызды құямыз. Ганашымызды бір тегіс етіп жайып шығамыз. Және де жан-жағына шетте ағызып қойсаңыздар да болады. Тортымыздың үстін әсемдеу үшін жеміс-жидектермен әсемдеуге де болады. Клубника, басқа да шие, малина, тағы да басқа көп жемістермен жасауға болады. Мен бірақта шоколадтармен әсемдедім. Осындай ореоны алып үстіне қойып шықтым. Достар, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар және де қоңыраша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің алғашқы видеоларымды ең бірінші болып көріп отырасыздар. Ореомды осылай 2-2-ден қойып шықтым. Енді альвини печенемді 2-2-ден қойып шығамын.
Осымен біздің вупи-пай тортымыз дайын болды. Осы менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және де көлемі де үлкен болады. Қонақ күткен кезде осы тортты жасап көріңіздер. Сонымен қатар отбасыларыңызда сүйсініп отырып жейтін болады. Дәмі өте дәмді, тәтті болып шығады. Достар, видеом сіздерге пайдалы болса, маған міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де өз достарыңызбен поделиться батырмасын басып, бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен болған Әлия, қош сау болыңыздар. Сәлем менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін сіздермен көлемі де, биіктігі де үлкен болып шығатын медовый тортын жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, дәмі де керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші табамызды отқа қоямыз. Отымыз баяу отта болуы қажет. Одан кейін үстіне сары майымызды саламыз да араластырып ерітіп аламыз. Отымыз баяу отта болуы міндетті, себебі қатты отқа қойсаңыздар, сіздердің қазір жұмыртқа салған кезде жұмыртқаларыңыз пісіп, құрамы өзгеріп кетуі мүмкін. Сол үшін баяу отқа міндетті түрде қойып, араластырып отыру қажет. Достар, тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырайық. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетсеңіздер екен. Осылай сары майымызды ерітіп алғаннан кейін үстінен кішкентай қасықпен 2 қасық сода қосамыз. Ас содасын. Ас содамызды қосқаннан кейін де араластырып отырасыздар. Тоқтатуға болмайды. Енді үстінен құм шекерімізді саламыз. Одан кейін 3 жұмыртқамызды жарып салып аласыздар. Салып алғаннан кейін үздіксіз тоқтамай араластырасыздар. Қантымыз еруі қажет және де жұмыртқамызда біркелкі болуы қажет. Араластырмайтын болсақ, жұмыртқамыз пісіп кетеді. Сол үшін де тоқтамай үздіксіз араластырасыздар. Енді үстіне үлкен қасықпен, ас қасығымен толтырып балымызды салып аламыз. 3 қасық саласыздар. Үйдің балы болса тіпті жақсы болады. Сол кезде медовый тортымыздың дәмі өте дәмді болып шығатын болады. Міне 3 ас қасық балымызды салып алдық. Енді балымыз ерігенше үздіксіз тоқтамай баяу отымызда ерітіп араластырып аласыздар. Осылай барлығын жақсылап ерітіп аласыздар. Түсі де осындай әдемі болып қоңырғай түске айналатын болады. Одан кейін осы ыстық ыдысымыздан салқын ыдысымызға құйып дайындап аласыздар. Осылай басқа ыдысыма құйып дайындап алдым. Түсі де осындай қоңырғай әдемі түске айналды. Енді үстінен аз-аздан ұн қосып араластырып аласыздар. Осылай ұнымызды аз-аздан сала отырып араластырып алғаннан кейін ең соңында жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне осылай қамырымызды илеп аласыздар.
Одан кейін ыдысымыздан қамырымызды дастарханның үстіне түсіреміз де оны жақсылап бір тағыда илеп аласыздар. Үстінен ұн қоса отырып біркелкі етесіздер. Одан кейін осылай ұзынша етіп қамырымызды созамыз да 9 или болмаса 10 бөлікке бөлесіздер. Бөліп алғаннан кейін осылай күлшелеп дайындап қоясыздар. Қамырыңызды күшелеп алғаннан кейін салафанға ұн себе отырып салып аласыздар да морозильникке кішкене қатыруға жібересіздер 1 жарты сағат көлемінде. Одан кейін пергаментіне қағаз төсеп, сол қағаздың үстіне қамырыңызды осылай жұқалап жайып аласыздар да пісіресіздер. Пісіріп алғаннан кейін ыстық күйінде шетін кесіп аласыздар. Шетіндегі бөліктерін басқа салафанға салып қоясыздар. Ал қалған корждарымыздың барлығын осылай бір ыдысымызға жинайсыздар. Енді бір ыдысымызды алып сары майымызды ертіп аламыз да үстіне сгущенкамызды қосып екеуін жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Осыны крем ретінде қолданатын боламыз. Басқа да крем түрлерінде қолдануға болады. Мен осы крем түрін қолданамын. Осылай 9-10 штук корждарымның барлығын қызартып пісіріп алдым. Енді орталарына крем жағатын боламыз. Осылай ыдысымызға бір бөлігін саламыз да үстінен жаңағы кремімізді жағып шығамыз, жұқалап. Осылай кремімізді жағып алғаннан кейін екінші коржымызды салып, осылай тортымызды жинастырып аласыздар. Осылай кезек-кезек. Барлық корждарымның бәрін жинастырып алдым. Енді бетін әсемдейтін боламыз. Бағанағы шетіне кесіп тастаған бөліктерін осылай оқтаумен езіп аласыздар. Или болмаса блендердің көмегімен де езсеңіздер болады. Үгітілген коржымызды бетіне бір тегіс етіп сеуіп аласыздар. Және де шет жағына да сеуіп шығасыздар. Осымен біздің медовый тортымыз осылай дайын болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Сонымен қатар менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналымда көптеген кешкі ас, түскі ас, салаттар жасау, торттар, оригинал пирогтар түр-түрімен бар. Сонымен қатар өз достарыңызбен поделиться батырмасын басып, бөлісіп қойыңыздар. Осы рецептпен медовый торттың міндетті түрде жасаңыздар. Ауыздарыңызда дәмі кетпейтін болады. Және де қонақтарыңызда сүйсініп жейтін болады. Үстіне тағы да жеміс жидектермен де сәндеулеріңізге болады. Ол өз еркілеріңізде. Егер де сіздер жаңа көрермен болсаңыздар, маған тіркеліп лайк басып, және де қоңырауша батырмасын басып қойсаңыздар, мен жаңа видео салған кезде ең бірінші болып көріп отырасыздар. Сіздермен болған Әлия. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен сүтті қыз тортын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бір ыдысымызды алып, үстінен 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқамызды ағарып көпіргенше миксерлейміз.
Одан кейін үстіне бөлме температурасында жұмсақ сары майымызды қосып, екеуін бірге миксерлейміз. Алдын ала електен өткізіп қойған ұнымыздың үстіне разрыхителімізді қосып, екеуін араластырып, дайындап қойып қоямыз. Енді тестамыздың үстіне сгущенкамызды құямыз. Бір или болмаса 1,5 банка жетеді. Негізі айналайынның сгущенкасын қоссаңыздар, торттарыңыздың дәмі өте керемет болады. Жақсылап бір келкі болғанша миксерлейміз. Енді үстіне дайындап қойған ұнымызды аз-аздан қоса отырып, миксерлеп аламыз. Тестамыз бір келкі болғанша араластырамыз. Айтпақшы достар, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп кетіңіздер. Менің арнамда көптеген рецепттер бар. Сонымен қатар алдағы уақытта хит болып жатқан пирогтардың, торттардың рецепттерін түсіретін боламын. Сол үшін де менің каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Міне біздің тестамыз да дайын болды. Осындай қоюлықта болуы қажет. Енді табамыздың үстіне пергаментный қағазымызды төсейміз. Пергаментный қағаздарыңыз сапалы болуы қажет. 24-5 диаметрлі кальсонды қойып орналастырдым. Осының үстіне тестамызды саламыз. Үлкен қасықпен 4 қасық салсаңыздар жеткілікті болады. Осылай барлығын жағып шығасыздар. Бір келкі тегіс қылдырып жағыңыздар. Бір жағын көбірек, бір жағы аз болып қалмасын, өйткені піскен кезде қисайып пісіп кетуі мүмкін. 4 штук пергамент қағазымыздың үстіне тестамызды осылай салып, бөліп дайындап қоямыз. Тестамызды қызып тұрған пешімізде 180-200 градуста пісіріп аламыз. Оға дейін кремін жасауды бастаймыз. Таза, құрғақ бір ыдысымызды алып, үстінен творожный сырымызды саламыз. Достар, ыдысымыз құрғақ болуы міндетті, себебі біздің креміміз дұрыс шығу үшін құрғақ болуы қажет. Мен сразу 2 торттың кремін жасап жатқандықтан барлығын қосып жатырмын. Сіздерге бір торттың кремінің рецептісін видеоның астына жазып кететін боламын. Сол жерден көре аласыздар. Енді творожный сырымызды осындай миксердің көмегімен араластырамыз. Миксеріміздің араластыратын насадкалары салқын болуы қажет және де құрғақ болсын. Осылай творожный сырымызды араластырып алғаннан кейін үстінен сахарный пудрамызды қосамыз. Жақсылап екеуін бір араластырып аласыздар. Достар, қазақша контентті қолдап, менің видеома лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен поделиться батырмасын басып, бөлісіп қойыңыздар. Енді сливкиімізді құямыз. Кремді жасаған кезде ең бірінші баяу жылдамдықты араластырып аласыздар. Одан кейін жай-жаймен жылдамдығын көтере бастайсыздар. Сол кезде сіздердің кремдеріңіз қою жақсы болып шығатын болады. Осылай кремдеріңіз қоюланғанша араластыра бересіздер.
Міне біздің креміміз дайын болды. Осындай қоюлықта болуы қажет. Кремімізді осындай кондитерский мешогымызға салып аламыз. Осылай ыдысымыздың үстіне тестамызды орналастырамыз. Одан кейін оның үстіне кальсонымызды кигіземіз. Себебі кальсонмен кигізсеңіз кремдеріңіз тегіс жағылатын болады. Осылай кремді үстіне жағып шығамыз. Кремді бір келкі қылып тегістеп шығыңыздар. Осылай үсті-үстіне тестамызды салып орналастыра бересіздер. Тестаны пісірген кезде осындай сарғыш қылып пісіріңіздер. Қызартып, күйдіріп тастамаңыздар. Тортымызды құрастырып алғаннан кейін креміміз қату үшін холодильникке салып қоямыз. Одан кейін ғана бетіне оформлениесін жасаймыз. Тортымыздың сыртын сәндеу үшін ол өз еркілеріңізде, өз қалауларың бойынша әсемдей бересіздер. Клубника, шоколад, небір жеміс-жидектерді қоюға болады. Ал мен осылай мандарин мен бананы жасадым. Мандариндерімнің барлығын осылай ашып алдым. Бананымды сопақша етіп турап шықтым. Тортымыздың үстіне енді мандариндерімді осылай үстен қойып шықтым. Одан кейін банандарымды ортасына қойдым. Орта жағына жеуге арналған кондитерский моншақтарымды сеуіп шықтым. Осымен біздің сүтті қыз атты тортымыз дайын болды. Орысшасы молочная девочка. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, ауыздарыңызда еритін болады. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Сіздермен болған Әлия, келесі видеода кездескенше.